Dada kotodu. Kotosu koparay. Салмақла ақ қойғымыз сол сәтте бауырсақты қолы жете алмай орманның ішінде қалып қояды. Орманда әндетіп, билеп, бауырсағымыз әндетіп, көңілін көтеріп жүре береді. Сол сәтте ормандағы аш қасқыр, қарны ашық, ызалы қасқырымыз алдынан шыға келеді. Сөйтіп, бауырсағымыз қасқырдан да құтылып кете береді. Қарны ашқан қасқырымыз орманның ішінде бауырсаққа жете алмағанына өкініп қала береді. Бауырсағымыз сол кезде де көңілін түсірмей орманның ішінде билеп, ән айтып жүре береді. Біраз уақыт өткен соң орманға қорбаңдаған қоңыр аю алдынан қорбаңдап шыға келеді. Бауырсақ, мен сені жеймін, дейді қарнасқан аюымыз. Ата-дада kotodu. Ата-дада kotodu. Kotodu. Dada kotodu. Koparay. Деп сол сәтте бауырсағымыз аюдан да қаша жөнеледі. Қорбаңдаған аюымыз шаршап, жете алмағанына өкінген орманда қала береді. Сол сәтте бауырсағымыз бәрінен құтылдым деп емін-еркін ойнап, асыр салып билеп жүре береді. Біраз уақыт өткен соң ормандағы айлакер сары түлкіміз алдынан бауырсақтың шыға келеді. Бауырсақ, мен сені жеймін, дейді түлкіміз. Түлкіміз сақыры. Ата-дада kotodu. Ata-dada kotodu. Kaskadada kotodu. Kotodu. Сол
сәтте ормандағы түлкіміз бауырсақты шап беріп ұстап алып, бауырсақ, менің сәл құлағымның саңлауы бар еді, сен менің құлағымның түбіне келіп айтшы дейді. Сонда бауырсақ, жарайды, айтсам айтып берейін деп қайтадан өлеңін айтып береді. Оп-оңай деген сәтте біздің ормандағы қу түлкіміз бауырсақты алып, аузына салып жеп қояды. Сол сәтте бауырсақты ормандағы қу түлкіміз жеп қояды. Я балапандар, балапандарым, біз бұл ертегімен балапандарым, біз бұл ертегі арқылы не үйрендік, не түсіндік, көрдіңдер ме балапандар? Біз бұл ертегі арқылы үлкендерді тыңдауымыз керек екенін, рұқсатсыз далаға шықпау керек екенін түсіндік. Я балапандар, жарайсыңдар.